Мен бір нәрсені өз басымнан өткіздім. Ортамнан бөлініп, жалғыз қалғанда ғана өсе бастадым. Бұрын мен жалғыздықтан қорқатынмын, ал қазір түсіндім. Мені ұстап тұрған жалғыздық емес, орта екенін. Бұл шешім мен үшін өте ауыр болды, бірақ сол ауырлық мені басқа адамға айналдырды. Сәлем, есімім Кәмшат, жасым 29-да. Бұл каналда мен өз ойларым мен өмірде болған тәжірибелеріммен сіздермен бөлісетін боламын. Егер дәл қазір сен де бір нәрсені қайта ойлап жүрген болсаң, онда бұл видео саған пайдалы болуы мүмкін. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп шық. Мен бұрынғы өмірімде адамдармен көп араластым, көп сөйлестім, көп ойнап, көп күлдім. Сол адамдардың ойына, сол адамдарға ыңғайлы нұсқада өмір сүрдім. Яғни мен оларға удобная адам болдым. Олардың ойларына тәуелді болдым. Олар мені жақсы деп ойласын деп өзімнің миыма сол бір керемет, иманды, инабатты, өте тәртіпті, өте жақсы қыздың рөлінде сол образда өмір сүрдім. Олар мені жақсы деп айтсын, мен туралы жаман нәрсе айтпасын деп тек сол ортамның айналамдағы адамдардың ойларына тек тәуелді болдым. Мен мобилограф болып қызмет істедім. Маған видео түсіріп бер, өйтіп бер, бүйтіп бер деген адамдарға мен жоқ деп айта алмадым. Себебі мен өз ойымды айта алмадым и біреудің ойына тәуелді болып өмір сүрдім. Содан соң мен түсіндім. Кейбір орта сені дамытпайды, жай ғана ұстап тұрады. Ол орта жаман деген сөз емес, жай ғана сенің қазіргі деңгейіне сәйкес келмейді деген сөз. Ортамнан бөлінген соң мен әрине жалғыз қалдым. Жалғыздық мен үшін өте қиын болды. Өз ойларыммен болдым, өзімнің ішімдегі қуыс кеудемді іздедім, мен өзімді іздедім. Мен не істеп жүрмін, қалай өмір сүрдім, каково это, бұлардың барлығы не үшін бұлай болып жатыр, не үшін мен жалғыз қалдым, значит менде бірдеңесі не то деген сияқты мен өз өзімді жей бастадым. Бірақ мен түсіндім, что жалғыздық ол сенің өсу нүктең екенін. Егер де сен де сондай состояниеде жүрген болсаң, онда қорықпа. Ол сенің өсу нүктең болып табылады. Жалғыздық кезеңінде мен өз ойларыммен болдым. Өзімнің ішімдегі болдарға қарсы келе бастадым. Не істеймін, қалай болады деген сияқты. И мен бұдан шығу үшін мен біреуден курс сатып аламын, курс сатып алуым керек деген ой болды менде. Бірақ ол ой мүлдем дұрыс емес. Себебі өзгеремін деген адамға Алла тағала кез келген жерден білімді теп-тегін ақ беріп тұратынын білдім. Ойым өзгерді. Мен бірінші бесін намазын оқып жатқан кезде әлі есімде Алладан сұрадым. Я Раббым, мен өскім келеді, мен өзгергім келеді. Инстаграм, басқа жерлерді, әлеуметтік желілердің барлығынан естіп алған сөзім бар. Ол менің миымда қалып кеткен. Ойыңды өзгертсең, өмірің өзгереді деген. Аллаға айттым. Мен ойымды өзгерткім келеді. Солай мен өмірімді өзгерткім келеді. Мен қатты ниет, шынайы ниетпен айттым да, маған бір жол көрсетші, мені солай өзгертші, мені өсірші деп қатты дұға жасадым. И сол дұғам қабыл болғанын білдім. Сол жерде менің өсуім басталды. Ойларым өзгере бастады. Бірінші очередь мен өзім туралы ойымды өзгерте бастадым. Өзіңді жақсы көру деген нәрсені мен мүлдем білмейтінмін. Өзіңді жақсы көру, қалай ол? Жақсы көресің ба? Қалай жақсы көресің деген сияқты. Ол қазіргі таңда негізгі ең актуалды сұрақтардың бірі, әр адамға актуалды сұрақтардың бірі. Өзіңді жақсы көру үшін негізгі 3 себеп бар. Бірінші себеп, сен өзің туралы жаман ойламауың керек. Екінші себеп, сен өз-өзіңді оскорблять етпеуің керек. Сен осындайсың, сен мұндайсың, сен андайсың деген сияқты. Үшінші себеп, айналаңдағы ортаң болсын, жақының болсын, досың болсын, ешкімнің сөзіне тәуелді болмау керек. Мен осыларды қойған кезде мен өзіме деген махаббатым ашылды. Шынымды айтайын, білейін осындай ма, өзіңді жақсы көру қандай күшті деген сияқты. И ішіңде тревожность, қорқыныш состояниең бәрі жоқ болып кетеді да сол кезде. И сен ештеңең қолыңда 5 теңгең жоқ болса да, ештеңе сенде жоқ болса да, сен өзіңді настолько бақытты сезінесің да. Просто сен өзіңді қатты бақытты сезінесің.
И солай сен өзіңнің ішкі ойыңды, ішкі сыншыңды жеңіп, ішкі ойыңды, өзіңнің личностіңді, ішкі опораңды солай қалыптастырасың. Сіздердің алдарыңызда мойындайын, мен құндылықтың не екенін білмейтін. Құндылық деген не ол деген сияқты ойлармен жүрдім. Бірақ құндылық дегенді мен түсіндім. Құндылық дегенді мен түсініп, өз құндылықтарымды қалыптастырып, өз құндылығымды қалыптастырып, шекара қоя бастадым. Когда сен өз құндылығыңды қалыптастырасың, сенде шекара пайда болады. Содан соң өзіңді тыңдайсың, тек қана өзіңді тыңдайсың, айналаңдағы адамдарға мән бермейсің. Өзіңнің ішіңді тыңдаған кезде автоматом саған жауап келеді. Жауап не арқылы келеді? Жауап ол сенің телоң арқылы келеді. Телода да ес бар. Мен де білгенде в шоке болдым. Мен телома сұрақ қойған кезде, тело маған кәдімгідей жауап берді. Кәдімгідей жауап аласың. Не кернеу арқылы, не қысым арқылы, не еркіндік арқылы жауап аласың. Сол кезде мен в шоке болдым ғой. Қуандым, мен теломды естідім деген сияқты. Мен саған айтайын, жалғыздық әркімге керек нәрсе емес. Егер де сен өсу кезеңінде болсаң, кейде ортаңнан бөліну қажет. Дәл қазір сен жалғыздық кезеңінде болсаң, онда мен саған айтайын, сен жалғыз емессің. Егер де саған видео пайдалы болған болса, комментарийға өз ойыңды жаза кет, лайк басып, менің каналыма подписаться етуді ұмытпа.